Сәлем достар. Бүгін міне менің сыныптасым Жадыра құрбым келіп отыр. Құрбым жалпы психологиямен айналысып жатыр қазір. Жадыра. И Жадыраның психологиялық зерттеу жұмысының барысында мен өзімді де зерттейтін, өзімнің де ішкі әлемімді білу үшін, Жадыра да өзінің зерттеу жұмыстарының барысын білу ретінде екеуміз бір кішігірім сұхбат ұйымдастырайық дедік. Соның бәрі Жадыраға бір қызық, интересно болып тұр. Сол бойынша қорытқысы келеді әңгімені. Сол үшін біз сіздерге бүгін кішігірім сондай сұхбат берейік деп жатырмыз. Қайырлы берекелі болсын, сәлеметсіздер ме? Осы сұхбатымыз берекелі болсын, қайырлы болсын. Алланың атымен бастаймыз. Бұл подкаст жігерлендіру үшін, адамдардың үмітін өмірде қалай үмітін арттыру үшін, өмірге деген құлшынысын арттыру үшін осы Нұргүлдің мотивацияға толы сөздерін халық естісе екен деген ниетте. Өзі де жігерленсін, өзі де өмірге деген ықыласы артсын деген ниетте осыны түсіріп отырмыз. Бір адамға болса да бір титтей көмегіміз тиісін деген сияқты. Подкастымыздың атын өмірге байланған үміт деп ат қойдық подкастымызға. Енді бірінші сұрағымыздан бастайық. Нұргүл, өзіңе бірінші сұрағым. Сені көргенде адамдар ең алдымен қандай қасиетіңді байқағанын қалайсың? Мен ба? Енді әр адам өзінің жақсы жағын байқатса екен дейміз ғой. Біз бәрі былай сырт көзге жақсы көрінгіміз келеді ғой негізі көбінде. Адамдар менімен негізі араласып сөйлескен кезде менің ішкі әлемімді көрсе екен деп ойлаймын да, бірінші менің ішкі жан дүниемді түсінсін деп. Кейде жақсы жағымды көрсетуге тырысамын. Жаман жағын өзіміз ақ көріп аламыз ғой деген сияқты. Жалпы адамның көңілін қалдырғым келмейді. Вообще өмірде бір сол нәрсені жақсы үйрендім. Адамның көңілін қалдырмағым келмейді. Сондықтан да шығар, көп адамдарды тыңдай аламын. Сөйлескен кезде де бірінші танысып тұрсақ та, уақытым болмай бір асығып бірдеңе тұрса, деп до конца тыңдап, сабырлықпен не істеп, содан кейін көп адамдарда мен туралы жақсы пікір қалыптасады екен. Ой, Нұргүл сондай деп сосын көңілін қалдырмай, біреу бірдеңкесін айтып жатады, тыңдап, қолынан келгенше көмектесіп, сондай не істеуге тырысам. Жақсы жағымыздан көрінуге тырысамыз, былайша айтқанда. Рахмет. Енді қазір осы сәттегі ішкі күйіңді бір сөзбен айтсаң, ол қандай сөз болар еді? Сыртым маңдай тыныш болып тұрғанмен бір арпалыс бар. Уайым бар, қайғы бар, переживание бар деген сияқты. Ал енді былай сырт көзбен сабырлы болып отырғанмен бәрібір іштен қайнап жатады. Сондай бір. Оны енді сыртқа бүйтіп шаша берген өзде дұрыс емес деп ойлаймын, өйткені айналаңдағы адамдарға да әсер етеді, өйткені бәрібір олар көмектесе алмайды. Өзіңе мотивация бересің, өзіңе не істейсің, жаныңдағы адамдарға көбірек зиян тимес екен, уайымдамас екен дейсің. Негізі онкологиямен ауыратын адамдардың көбісі өзі үшін қорықпайды. Мен байқағаным, қаншама 13 жылдан бері больницада қаншама рет жаттым да, көп адамдарды көрдім. Мысалы, көзім алдында өмірден өтіп кеткен адамдар болды, больница болғаннан кейін, енді еще тем более ондай диагнозбен болғаннан кейін. Сол кездерде мен бір байқағаным, даже кішкентай балалардың өзі, онкологиямен ауырған балалар байқасаң, үлкейіп кеткен, есейіп кеткен. Түрлері де, өңдері де, сөйлеген сөздері де, бір көздерінде не болып тұрады бәрібір, мұң ба, бір сондай болып тұрады да. И бір байқаған онкологиямен ауыратын адамдар өзі үшін қорықпайды. Білмеймін, мен басқаларында да сондай байқадым. Өзі, мысалы, мен өлімнен қорықпайсың негізі адам. Ол бәрібір келетін нәрсе ғой, ерте ме кеш пе біреуге. Бірақ ең жаман нәрсе айналаңдағы адамдардың уайымы. Сені қайғырып, сені переживать етіп, сені уайымдап,
не істеп жатқанын көру жаман да. Олардың көзінен өзіңе деген бір аянышты көріп тұрған жаман. Бір жүректері ауырып тұрады іштерінен, бауырларың, анаң күнде қасында жүргенде солардың көзқарасы. Одан кейін ол нәрсе, ең жаман нәрсе сол. Одан кейін кейде ойлаймын да өзім, Алладаға шүкір деймін. Осы сынақты именно менің отбасымнан мен таңдағаныма. Аллаға сансыз шүкір деймін да, өйткені осы сынақты басқаға берсе, мен көтере алмас едім оны. Жаңағындай, Алла даже ойыма да салмасын ондай нәрсені деймін да. Сондықтан солар саған қарайды, амалы жоқ, қолдарынан келетін шара жоқ, жаңағы бір шарасыздықпен қараған түрлері ең жаман нәрсе де сол. Ағайындарыңның, жаңағы бауырларыңның, анаңның сені сондай нәрсемен қараған жаман. Сол үшін күресесің, сол үшін көңілді жүресің, сол үшін қалжыңдайсың, бір ішіңнен не болып тұрса да күліп жүрге тырысасың. Жаңағыдай қалжыңдап, күліп, неге мен қайғырып отыра беремін, көңілдерін түсірмейінше деп кейде жаңағыдай қалжыңдаймын, күлдіртемін, ананы айтамын, мынаны айтамын. Мен көңілді жүрсем, олар да көңілді жүреді. Сондықтан ана жүрегін сезіп тұрасың. Ондан кейін сондай сәттерде мен ойлаймын, жаңағы не деп, ең ауыр нәрсе сол адамға жанында адамдардың несін көру, қалған көзінен көру деген сияқты. Көру, қазір сені ең көп тыныштандыратын не? Құран тыңдаймын көбінде. Құдайдан тілеймін, сосын бір үміт бар, сенім бар. Сол үмітпен сен, енді қазір мен денемде шишкалар бар. Мысалы, 16 жерде бар, мынандай үлкен шишкалар, кеседей шишкалар. Мысалы, артаңды көрсетсем, кеседей. И 16 жерде бар да менің денемде. Ол ауырады, арқамдағысы батады, мынау ауыртады, мысалы, мынау ол да ауыртады. Ыңғайсыз да, ұйықтаған кезде гриль сияқты айланып шығасың түнімен. Потому что бір жағың талып кетеді, ауырады, екінші жақ, үшінші жақ дейді. Сол ауырған сәттерде жаңағы қатты кәдімгідей не істейсің, түнімен переживать етесің, уайымдайсың. И мына шишкалардың бәрі уже ауырып, түнде кәдімгідей ауырған кезде тұрамын да, Құдайдан тілеймін. Дұға тілеймін, сосын шишкаларыма қараймын да айтамын, сендер қалай тез пайда болдыңдар, солай тез кетесіңдер. Кейде жаңағындай өзіме андай аурумен сөйлесем, түнде кейде болады, оянып кетемін, уже ауырады, шыдай алмай кетесің, кішкене отыру керек болады. Сол кезде отырамын да аурумен сөйлесем. Жаңағы кейде боқтап сөйлесем, кейде жаңағындай спокойствиемен сөйлесем, кейде бүйтем, шишкалар, сендер уже 13 жыл болды, бір мүшел болды, шығыватсыңдар, кететін уақыттарың болды ғой, бір мүшел болды, инейін шықпастар деп боқтаймын да, кейде қалады, естепші, кететін уақыттарың болды, мынаяқтан шығыватсың, анаяқтан шығыватсыңдар, болды, все, покидайте мое тело, кетіңдер болды, сендерге ризамын айналайын, кетіңдерші деп сөйтем. Кейде сөйтіп нанып айтамын, кейде благодарностьпен айтамын. Осы аурумен ауырғаныма сансыз шүкір деймін. Осы аурумен ауыру арқылы мен көп нәрсені түсіндім өмірде. Өмірдің құндылығын түсіндім. Бауырдың, ананың, бәрінің қасиетін, қадірін түсіндім. Енді мысалы, сондықтан мен үлкен благодарность, үлкен рахмет айтамын осы ауруға. Сендер менің тәнімнен кетсеңдер болады депші. Уже все, покидайте мое тело. Кейде орысша айтамын, кейде қазақша айтамын. Жаңағы тәнімнен кетсеңдер болады, уже мен сендерге ризамын. 13 жыл ауырдым, осы 13 жылдың ішінде мен көп нәрсені түсіндім, көп нәрсеге көзімді жеткіздім деп, мысалы, мен үстіп жіберем ауырып. Ал кейде болады, андай сәттер болады, екі тіземді құшақтап аламын, до такой степени құшақтап сүйіп аламын, екі қолымды сүйем, аяғымды сүйем. О, рахметімді айтамын. Өйткені онкологияда жатқан кезде күнде қол кесіледі, аяқ кесіледі, мен еще
костный ткани не мягкий ткани и костный деген отделение костный отделение жатырмын ғой. И сол кездерде күнде бір күн біреудің аяғы кесіледі, бір күн біреудің қолы кесіледі, это уже норма да. И сондайларды көріп атасың да, Аллаға сансыз шүкір. Мына шишкалар ғой шығып жатқан, бұлар қалай шығып солай кетеді деп өзіме сөйтіп мотивация беремін. И жаңа аяғымның қолымның бар екеніне сансыз шүкірлік етемін да. Андай көрінбейтін органдарымды алды ғой, мысалы құйымшақ деген сияқты, крестец деген сияқты. Олардың енді бір өмірлік өзінің рөлі бар ғой деймін, бірақ сонда да әйтеуір бір сенің жүріп тұруыңа кедергі болмайтын органдар да. Сол үшін де бір шүкіршілігімді айтамын. Сондай кездер болады, әр кезде әрқалай жаңағыдай неше түрлі эмоциямен сөйтіп ауруды шығарамын. Мысалы күніңде кішкентай болса да қуаныш сыйлайтын бір сәт бар ма деген осының ішінен жаңа қуаныш көп нәрсе сыйлайды. Қуаныш мысалы көп нәрсе. Маған мысалы мына мен соңғы байқаған сәтім, адам әлгі қартайған сайын вниманияны көп қалайды дейді ғой. Енді қартайып тұрған шамам, бірақ жасым келіп уже ақыл тоқтатып жатқан жасқа келіп жатырмыз ғой кәдімгідей. Сол кезде мысалы ана күні туған күнім болды, түнгі 12-де сыныптастарым құттықтауы кәдімгідей мені көтеріп тастады. Одан кейін туған туысқандарымның жиналуы. Сондықтан күнде маған бір қуаныш сыйлайтын сәт, ол мамам екеуміз жатамыз осы бөлмеде. Мамам жаңа күнде кешкісін дұғамен мен денемді сипалайды. Сол сәт, сосын таңертең тұрамын да күнде. Дәптерім бар, соған жазам. Аллаға сансыз шүкірлік. Сол сәт, оянған сәтім, бүгін ояндым ғой деген сәт шығар. И анамның қасында, бауырларымның қасында өз-өзімді айна бар, мына айна қараймын да, не істеймін, андай Нұргүля, тебе так повезло деп ше, өзім айнаға қарап сөйтемін да, мә сенің қасында бауырларың бар, анаң бар, солардың қасында оянғаныма сансыз шүкір. Соғыс жоқ, үйімде тамақ бар, жылы үйде бауырларым аман есен бүтін, ешкім түрмеде жатқан жоқ, ешкім больницада жатқан жоқ. Осылардың қасында оянып, бірге чай ішіп тамақ ішудің өзі бақыт. Егер білмеймін түсінген адам болса, соның өзі бақыт та. Мысалы, проблема әйтеуір бір уайым қайғы жоқ. Енді мен ауырып жатқаным мүмкін іштей қайғырады ғой оларда, уайымдайды. Оның да бір қайыры бар. Оның да бір қайыры бар әйтеуір. Бір жеңіске жетеміз ау деген үмітпен келе жатырмыз ғой енді. Сондықтан сол сәттер күнделікті бір нәрседен өзім жаңағы қуаныш табам. Сондай сәттерде қуанам, айнаға қараймын да, қуанам. Неге қуанбас? Даже күліп кейде өз-өзіне қиялап айнаға қарап күлем деп ше, конкретно тебе повезло, Сейдахметова деп жаңағы күлем да. Сондықтан соның өзі мен үшін бір керемет сәт та. Мысалы, сол сәтті, сосын сондай моментті мен болады кейде ашуланып тұрасың жатыр. Түнімен ауырасың, одан кейін түнімен ұйқың бұзылады. Сол сәтте де таңертең нервный болып, ешкімнің сөзін көтергің келмей, сондай сөйтіп оянасың да. Ол кезде мотивация да жайына қалады. Жайына бәрі бүйтіп қалады. Бірақ сол кезде есіңді жинаймын. Нұргүл, тәуба де, шүкір де, сен бүгін ояндың ғой. Сен бүгін шешең қасында зыр жүгіріп жүр, не ішесің, не жейсің, қайсы дәріңді әкелейін, қайсысын емді әкелейін. Бауырларың жүр сенің қасыңда, отын жағып, суыңды әкеліп, бәрін жөндеп, ванна машина дайындап береді мысалы. Сен сондай қамқорлықта жүрсің ғой, сондай керемет. Неде шүкір де, осындай. Ал егер олар жоқ болса ше, өзің жалғыз егер ауру болып жатсаң, қалай? Күнің қандай болады екен? Бар ғой мысалы қаншама адамдар. Солай жатқан, шүкір де, сен что-то артық кетіп барасың деп сен өз-өзіңді бүйтіп басасың да. Сөйтіп жаңағындай, солай оянған күннің өзінде де сөйтіп бір жинап аласың өз-өзіңді ше. Қой деп ше. Адам пенде болғаннан кейін неше түрлі эмоциямен ойнайсың ғой. Өзімде ондай болған ғой. Неше түрлі эмоциямен ойнайсың. Мысалы, бағана шүкір дедің ғой, күнде шүкір айтамын деп. Әлгі алдында бір психологтарға барып едім ғой. Сол кезде сенің ауруыңда мысалы айтты, жаңа сенде ол ауру емес деп ба, бір психолог айтты ғой саған. Қалай? Маған бір психологқа барған кезімде, енді білмеймін жатыр қазір көп қой, коуч, психолог дегендер. Жалпы мен осы 13 жылдың ішінде бармаған адам қалмапты. Коуч, психолог, ақша төлеп те бардым.
тегін апарды, подружкаларым сыйлады, сертификат. Сондайына да бардым. Сонда мен түйгенім, біреу ғана бүйтіп айтты, сен внимание көп қалағансың кішкентай кезіңде деді маған. Сен жаңағы енді мамамыз, мамам енді бізді бағамыз, қағамыз деп 5 баламен қалды ғой. Анау әлгі мен подругам айтқандай, мама, я тебя простила деп айтып едім, мамамнан таяқ жедім дейді. Мама, за что я твою мать не простила? Мен сені бағып қағып таңнан кешке дейін заводта жұмыс істеймін, еще ты меня прости. Не хватало, чтобы ты меня простила. Ұрды деп ше, сөйтіп сол сияқты әлгі мені бағып қағып күні кешке шейін бағып қаққан анамды кешіру үшін келе жатырмын деген сияқты әңгіме болып тұр ғой, былайша айтқанда. Енді сол заманда ол кісілерді кінәлай алмаймын мен. Ана әкеңе обида бар ма, шешеңе обида бар ма деген нәрселерге ондай менің санамда, психологиямда жоқ. Оларды мен қалай кінәлаймын? Олар сол заманда, мысалы, кейбіреулер айтып жатады жаңа, ойбай, аш болды, холодильнигіміз пустой болды, базарда жұмыс істедік айтып бүйтіп жылап жатады да. Енді қарынның аштығына жылай алмаймын мен ше. Өйткені ондай заман бәрінен өтті, бәрінің басында болды жоқшылық. Бәрінің басында сол 90-шы жылдары любой адамның үйінде кризис болды. Сондықтан ол қайсы, для меня это было нормой, потому что өйткені ананың үйінде де жоқ қой, біздің үйде де жоқ, ол это нормально деген сияқты менде көзқарас болды да жоқшылыққа деген. Жоқшылықты да көрдік, баршылықты да көрдік, асып-тасып кеткен кезде болды мысалы. Сондықтан ол бір нан жемей қалдым деп жылай алмаймын мен. Сондықтан ондай кезде мен норма қабылдадым, потому что менің ана досымның үйінде де сондай жағдай болып отыр, менің үйде деп мен баламын ғой ол кезде, значит это нормально. У них тоже нету, у нас тоже нету. Бұл дұрыс нәрсе деп ойладым да. Ал енді сол кезде мамам мысалы жұмыс істеді, бесеуіміз бағу керек болды, 5 баламен. 93-ші жыл кризис как раз. Сол кезде маған айтты да, сен сол кезде жаңағы енді әкем өмірден өтіп кетті. Әкенің вниманиясын көре алмай қалдық. Одан кейін шешем жаңағы жұмыс бабымен кетті. И сөйтіп жаңағы вниманиясыз қалдым. Сен сондықтан жаңағы сол вниманияны қазір келіп тұр саған дейді да. Сен керек қылдың, сол еңбек. Сен қазір енді қазірше былай айтқанда сол ситтей бала сияқты болып қалдың ғой енді қазір. Өз еркіммен тамақ ішемеймін, өз еркіммен жаңағы не істей алмаймын. Жатамын. Өзің сұрап алғандай болып тұрсың. Иә, мамам жаңағы тамағымды әкеліп береді, шайымды әкеліп береді. Былайша айтқанда 24 сағат анамның қамқорлығындамын қазір. Енді соны айтады да, сөйтіп соны қалағансың, сен внимание қалғансың деп. Мен сен ана психолог айтып жатқан кезде бүйткен внимание сосын айналайын. Тойдым деп. Вниманияға рахмет айналайын бүйткен деп отыр. Сөйтсем жоқ, сен оны андай рахметпен айт дейді да. Я благодарна, что осындай мен заботиться етіп жатыр анам, бүйтіп жатыр, сөйтіп жатыр, мен оған шексіз ризамын. Мен отпускаю деген сияқты сондай нәрселер істеді. Бірақ енді мен отработка былай істедім. Енді мен ондай нәрселерге не істемеймін, бірақ жаңағы айтып отқан нәрсе бір кісі айтып маған. Сен, ты же такая молодая, за что тебе такое наказание дейді. Бір күн больницада тұрсам, очередьте. Ракпен ауырамыз, өңкей ракпен ауыратындар тұрмыз, онкологтың есігінде алдым. Сөйтсек, ой, ты такая молодая, за что тебе такое наказание дейді. Это не наказание дедім. Почему вы говорите наказание деп? Мен бұны наказание деп қабылдамаймын, бұл сынақ. Это испытание, Бог испытывает меня, чтобы я стала лучше. Я орысша, татарма, орысша бірдеңке. Сөйтіп айтып отыр да, мен чтобы я стала лучше. Өзі рухани өскенімді қалап тұр менің. Дедім да, сондықтан мен бұны бір наказание деп қабылдай алмаймын дедім. Мен сынақ деп қабылдаймын. Сондықтан бұл сынақтан сүрінбей, достойно өтуге тырысамын дедім да. Жыламай, біреуді кінәлап, біреуді жаңағы не істеп, жылап, за что мне такое, неге мен деген сияқты емес. Жаңағыдай толыққанды қабылдап, не істеп өтемін деп ше. Мен неге сұрақтан ауытып кетіп жатыр? Иә, кішкене. Потому что крыша кетіп қалған ғой, бәрі ішіп. Жоқ, дұрыс болып жатыр. Сен өз ойыңда ішің келіп жатыр да, қосылып шығып. Иә. Айтқың келіп жатыр да. Мен, наоборот, мен сұрақ дұрыстап қойып отырмын керек шығар арасында.
сұрақ чикі болып қалады. Иә, тоқтат жіберші, сен басқа жаққа бұрып жібер. Мен даже кейде барып арасында сұрақтың басын ұмытып қалатырмын. Не сұрақ еді деп. Болады ондай ше, потому что Біз Нұргүл екеуміз бір мектепте оқыдық, иә, бір класста оқыдық, әртүрлі өмір бізді бірақ әртүрлі жолдарға салды. Енді сұрағым, мектептен кейінгі өмір саған ең үлкен қандай сабақ берді? Мектептен кейінгі өмір. Мектептен кейінгі өмір. Күшті сабақтардың өзі сол мектептен кейін болды ғой. Мектепте алаңсыз өмір сүрдік қой, былайша айтқанда. Негізі мен андай бала болып өстім да. Балалық шағымнан бастап айтайыншы мен қазір осы жерде. Иә, осы. Түсінікті болу үшін да. Мысалы, жаңа сен айтып жатсың ғой бірнеңде. Бірінші бір сұрақ жібергенімде айттың ғой. Мына балалық шағың қалай өтті деп ше. Балалық шақты қалай өтті деген кезде менде мынандай кезең болды. Мен балалық шағым керемет өтті негізі. Әкем де, шешем де жаңағы бар 6 жасқа дейін алаңсыз өттім. Сосын 6 жасқа толған кезде менің әкем дүниеден озды. И байқасаң, әкесіз балалар, шешесіз балалар, бір жетім әйтеуір, не әкесі, не шешесі жоқ балалардың бәрі бір жасық болып қалады. Замкнутый в себе, ішінде өз-өзіне жабылып қалады. Сол мынадан ба деймін, мамасы, өйткені мамасынан передать етті. Сондай, мамасы сөйтіп қалды ғой, иә, баладан. Одан кейін ол кісінің көрінбе несі жоқ, уақыты жоқ, сенің бала-шаға бесеуінің тамағы, кірі, жұмыс, наны деген сияқты сондай тірліктер болды да. И сонда мен 6 жасқа дейінгі мен білем қандай қыз болғанымды ше. Мен деген айтқанымды істететін көкбет, енді ол көкбеттік әлгі бәрібір де арасында шығып тұрады кейде. Бірақ мына 6 жасқа дейін сондай безеріп сазарып айтқанымды істететін, потому что мен папамның қызымын деген сияқты. Сосын менің әкем, енді білесің, өзім сияқты ірі кісі болды, үлкен, денелі сондай. Сосын мені әрқашан мойнына отырғызып алатын. Суға баратынбыз екеуміз. Үйдің үлкені болып тұрсың ғой? Жоқ, үйдің мен ортаншысымын. 2 ағам, 2 інім бар ғой, ортасында. Жалғыз қыз мен. Сонда үйге кіре сап айғайлайтын жаңағы 4 сыночка, 1 дочка, ладночка деп бір мультик бар еді, қоян туралы. Төртұлдың ішінде өзіңе. Сөйтіп арп ішінде бір бидайым деп еркелететін әкем. Сөйтіп айғайлап көретін да. И мен сол еркелікті, сол махаббатты сезінетім әкемнен. И сонда ол кісі мені иығына көтеріп алып, қолына бір фляг ұстап алады. Өз денелі, здоровый кісі суға барады. Суға барамын, сонда мен әкемнің үстінде отырғанда бір пілдің үстінде отырғанда келе сезінетімін да. И мен балам ғой, 6 жасар бала, мен психология мынандай. Біз үшін не жоқ. Бізді ешкім жеңе алмайтын қамал жоқ. Мен бір таудың үстінде келе жатқан сияқты болатын. И сосын мен әкемнің алдынан жаңа осы біздің көшедегі кісілер, енді ол кісілер қазір өзі 50-ге келіп қалды ғой, 50-ден асып кетті ол кісілердің өзі мысалы. Сол кісілер ол кезде жігіт қой енді. Жүгіріп келіп өте шаға, ассалаумағалейкум деп бәрі амандасады. Сонда мен папамды өзім сезінетін герой. Бізді ешкім жеңе алмайды. Мен үшін проблема жоқ деген сияқты ше. Сондай бір балалық сезім болды менде. Ал сол әкем дүниеден өткеннен кейін мен жабылып қалдым. Мен ондай жизнерадостный бала емес болып қалдым. Замкнутый бала болып қалдым. Мен өзім қазір соны сеземін да. Өйткені мен жасық болып қалдым. Жасық болғанда көп нәрсеге тұйық. Еркін ойнап күле алмаймын, аха деп. Мен мысалы қазірдің өзінде байқаймын, әкесіз балалар мен әкесі бар балалардың айырмашылығын деп қараймын. Мысалы, әкесі бар балалар еркін сөйлейді, еркін жүреді, өз ойын айтады. Мен ананы жегім келеді, мысалы. Бүйткен, ол элементарно менің жаңа ағамның балалары келсе, мысалы Нұрғанаттың балалары келсе, олардың өзі, апа біз мынаны жейміз, мынаны жемейміз, істемейміз дейді. Ал мысалы Даниял, оның әкесі жоқ қой. Даниял қайсысы? Екінші ағам Нұрболаттан қайтыс болған ағамның баласы. Ол да ма? Танымайтын. Келеді, каникулда келеді, біздің қолымызда. И сонда ол да ондай жоқ. Кішкене жасықтау. Кішкене бәрібір көнеді сенің өзің. Даниял мынаны же, бүйтіп, былай сөйлеп, тамағыңды, шайыңды іш деп келеді, ішеді. Ой, мен ішпеймін, апа, ішкім келіп тұрған жоқ деп аналар. Өз ойын анық айта алады, иә олар? Анық жеткізеді. Бұл да өз ойын айтады, бірақ көбінде көнеді.
көнедік та көнбіс. Иә. Сондай да, и содан да байқаймын да, и олай, мен сол кезде сөйтіп замкнутый болып қалдым. И жаңағыдай өз-өзіме тұйықталып, сосын мектепке бардым, 1-ші классқа бардым, мектепте оқып жүрген кезде де бір анандай ашық жарқын қыз болған жоқпын, бүйтіп күліп ау деп. Жаңағы мектепке барам, келем, ойнаймын, күлем, жаңағы балалармен ойнаймын, көшеде ойнаймын, сөйтіп келіп жүрдім. Жаңағы біреу тиіссе, бірақ аямаймын. Біреу өзім лично ешкімге тиіспеймін. Сөйтіп сондай бала сияқты өттіңіз, иә, 4 жылдың ішінде. Ол соғысудан бірінші орын, ол қыз демей пытырласып болдым. Қара күштің иесі болдық қой, үшеуіміздің. И сондай болдым да, и сөйтіп өстім. Одан кейін, бірақ менің бір не істейтінім, мен ата әжем, нағашы ата апаларымыз, сол кісілер көбінде сол кісілердің несінде болдық енді. Папамыз қайтыс болғаннан кейін, мамам сол үйдің қызы болғаннан кейін, олар енді қызымыз жесір қалды деп, бізге көбінде көмек беріп отырды. Бізді жаңағы қадағалап, бізді жаңағы тамақтандырып, жақында қайтыс болған апа ғой. Сол кісі көп көңіл болды. Сол кісі көп андай поддержка берді. Өз негізі Қызылөрік ол кісі деп. Соны айтатын, сендер мен тұрғанда ешкім сендер басыңды ыртқызбаймын деп, жаңа біреу ұрса жылап келесің ғой, көшеде біреу ұрады, өзіңнен үлкен балалар ұрып жүрсе, шамаң келмей қалған балалар ұрып жүрсе, жылап келсең, барып сол үйдің бытшын шығарып кететін апам ше. Сондай кісі болатын да, и бір сол кезде мен сезінесің да, что сенің артында біреу бар екен деген сияқты. Сондай бір опорамен, сондай немен өстік. Сол кісілердің махаббатын көріп өстім, былайша айтқанда, апамның, атамның бойында бір қандай да бір күшті жақсы қасиеттер болса, мен ойлаймын, сол кісілерден берілді деп ше. Өйткені сол кісілердің айтқан сөздері, сол кісілердің істеген істері бәрі көз алдымда, как уж не сияқты өтті да. И сөйтіп, енді бір былайша ананың махаббатынан, әкенің махаббатынан қағылдым деп айтқан күннің өзінде де, мысалы, апа әжеміз от души махаббат берді. Қастарын алып жататын, түнде қойдың майына шылап тұрып сылап тастайтын, ойыннан келсең, дәрі аузыңа жаңа қойдың майын тамызып, сөйтіп таңертең сабаққа чайыңды дайындап беріп, 2 тал алманы бөлек салып, кәмпитін бөлек салып беріп сабаққа ше. Ондай заботаны көріп өстім да, мысалы. И қазір ойлап қарасам, бақытты немере болған екен ғой деп ойлаймын да. И сөйтіп сондай өмірлерден өсіп келгеннен кейін, арамдық қулық деген нәрсені көп білмейді, өстік. Мысалы, ауылда ондай интрига жоқ қой, мысалы қаладағыдай. Қалаға барғаннан кейін, мысалы, мен аңқау болдым. Көп нәрсеге сенгіш, біреу бірдеңке десе, фокус көрсетім десе, сеніп қалатын. Мысалы, сондай бір аңқаулықпен өстім да. Мектеп бітіргеннен кейін өмірде қалада жұмыс істедік, оқыдық. Сол сәттерде бір жаңағындай нелер болды. Жаңағындай сондай бір алдап, бір әйел адамның сондай бір опасыздық көрдім да, сондай бір. И сол маған қатты стресс болды. Жаңағындай әділетсіздік, подстава деген сияқты. Сондай нәрселер болды да, сол тарапта мен сонда неге сондай такой степени өмірде сондай адам бар ма деген сияқты. Өмір пісіре бастады. Иә, сондай сол кезде мен білдім, что көп адамға сенуге болмайтынын. Оған алдында мен андай сөзсіз сенетінмін ғой. Сонда білдім да, сол момент, ол кезде мен 19 жаста екенмін, 18 бен 19-ның арасында, сол кезде мен қатты бір стресс алдым десем болады. Именно өмірдің әділетсіздігі мен сондай не істеді деп. Соны проработка жасадым мен кейін, оны психологтармен проработка жасап, кешіріп айтып, бүйтіп, ондай нәрселер болды да. Бірақ содан кейін мен уже өмірде көп адамға сене берудің бекер екен деген нәрсені көзім жеткізді. Мектептен кейін уже есейе бастадым. Иә, есейе бастадым. Одан кейін жұмыс істедік, ақша таптық, өмірдің жаңағы бір басқа этапына көштік қой. Енді ол кездерде жаңағындай өзінің несімен кетті, жолымен арқай. Көп нәрседен сабақ алдық, қателестік, қателіктерден сабақ алуға тырыстық. Енді оймен қателеспедім, идеальный өмір сүрдім деп айтпаймын, көп жерде чалыс басқан кездер болды. Сондықтан оның бәрінен сабақ алуға тырыстым мен. Жек көріп, ойбай, я ненавижу этот возраст, мен ана кезде бүткем сөйтем деген емес. Оның бәрі бір өзімнен сабақ сияқты қабылдадым. Значит, мен мына этапта өту керексің да, сол этаптан. Оны біреу барып, сен ол жаққа барма, ондай жаңағындай арыққа түсесің, құлайсың десе, сен тыңдамайсың ғой, пока өзің құлап арықтың ішінде жатты. Солай екен ғой, нетпейінше ше. Пока адамға содан кейін мен айтпайтын да болдым біреуге ше.
барма ол жаққа деген сияқты. Мысалы ана нәрсені істеме деген сияқты нәрселерді айтсақ, ол адам қабылдамайды, пока миына жетпейінше. Сен мен қызғанып тұрсың ба сонда, мен ол жаққа барсам бүйтіп күшті болып кетедім ғой, сен соны қызға көре алмай тұрсың ба деген сияқты нәрселер де болады. Білгенсіз дейсің ғой. Содан кейін мен пока өз өмірі бәрібір тәрбиелейді. Значит, сен айттың, бір рет айттың, болды. Ол ары қарай енді сен оны жанталасып не істесең, уже өзің сүйкімсіз болады дейсің. Иә. Жаңағы жұмыс деп айтып кеттің ғой, мен келесі сұрағымды өзің жарғай жалғастырып кеттің да. Көп жерде жұмыс істедің, көп жерге саяхаттадың. Осы сапарлар сен үшін жаңағы қашу болды ма, әлде өзің табу ма деген сияқты сұрақ бар екен.